Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, арнамызға қош келдіңіздер. 90 жылдары кеңес құрамынан шыққан барлық елдерде қылмыстық көрсеткіш күрт өскен. Қазақстанда қылмыс серкелері біраз ойран салған. Қылмыстың түрлері әсіресе Алматы, Ақмола өңірлерінде кеңінен тарайды. Мемлекеттік органдар қылмыскерлерге әлі келмеген, себебі көптеген полиция шенділері өздері қылмыс әлемінің бір мүшесіне айналған. Осы тұста Қазақстанда қылмыс әлемінің жеке тұлғалары пайда бола бастаған. Мысалы, Серік Жаманеев. Бұл кісі қазақтан шыққан тұңғыш ворзақон, яғни қылмыс әлемінің серкесі атанған. Серік түрмеде отырып елдегі барлық қылмыскерлерді басқарған. Одан бөлек елдегі барлық жол қатынасы Серік Жамалиевтің қарауында болған. Серік атышулы әлемдік Павла Ескендірар секілді нағыз контрабандист болған деседі. Енді осы жайында толық ақпарат беріп көрейік. Жаманеев Серік Халықұлы 1965 жылы 21 қаңтарда Қарғалалы ауылында дүниеге келген. Серіктің балалық шағынан ешқандай дерек жоқ. Соған қарағанда қарапайым совет оқушысы болған. Тек 1982 жылы Серік ең алғаш сотталады. Жамбыл облысының соты жас жігітті көршісін тонап кеткен үшін 3 жылға бас бостандығынан айырған. 3 жылдан кейін түрмеден босап шыққан Жаманеев бостандықта көп жүре алмайды. 1986 жылы кісілерді ұрып тонап қинаған үшін кінәлі деп танылып, сот 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындайды. Жаманеев осы жылдың ішінде түрмеде отырып, қылмыс әлемінің барлық тетіктерін меңгере бастаған. Бұл жолда оған атақты қылмыскер Александр Калаудер көмектескен. Бұл ақпаратты жазушы Асқар Жалданеев кітабында дәлелдеген. Жазушы былай деп жазады: Серікті қылмыс әлеміне Александр Калаудер арнайы дайындаған. Олар Степногорск қаласында түрмеде бірге отырған. Александр Серікті тек қылмыс әлемінің түсінігімен, іс-әрекетімен ғана үйретіп қоймай, барлық қылмыс әлемінің серкелерімен таныстырып, беделін көтерген. Қылмыс әлемінде тез бедел жинаған Серікті барлығы бас, яғни голова деп лақап ат қойып атап кеткен. Себебі ол өте тез шешім қабылдай алатын қабілетке ие болған. Серік 1996 жылы түрмеден босап шығады. Осы жылдың мамыр айында қылмыс серкелері Сочи қаласында жиын өткізіп, Серікті қазақ елінің қылмыс серкесі деп арнайы атақ беріп бекіткен. Бұл жөнінде сол жылдары Қазақстанның ішкі істер министрлігі де арнайы ресми ақпарат таратқан. Бұдан бөлек, бұрынғы кеңес үкіметінің құрамындағы елдер арасынан 40 беделді қылмыскерлер Серіктің дәрежесін мойындаған, қолдаған. Осыдан кейін елге оралған Серік Алматы, Тараз, Шымкент қалаларын түгел өз қарауында ұстап, бұдан бөлек Тәжікстан, Ауғанстанға баратын жол тараптарын толықтай бағындырып отырған. Ұзын құлақтың айтуынша, Серік шекара арқылы рұқсат етілмеген тауарларды тасыған дейді. Дегенмен Серік полиция қызметкерлері үшін еш проблема тудырмауға тырысқан. Бірақ тергеуші Жанабек Қалдарбеков Серіктің соңына түсіп, қылмысын ашу үшін бар күшін салған. Кейін Серікті полиция қызметкерлерінің көлігін ұрлап кетті деген желеумен жала жауып, арнайы қылмыстық іс қозғайды. Полиция қызметкері Жанабеков Серікті шақырып алып, басқа да түрлі қылмыстарды үстіңе ілемін деп қорқытып, қылмыс әлемінен бас тартуын талап еткен. Серік полицейді үнсіз тыңдап, ойланамын дегендей сыңай танытып кетіп отырады. Кейін Серіктің өзі полицияның ұрланған көлігін тауып беріп, бөлімшеге әкеліп берген. Полиция қызметкерлері Серікті қанша қорқытса да түрмеге тоғытуға еш себеп таба алмаған. Серіктің көмекшілері барлық істі заң шеңберінде істеуге тырысқан. Полиция қызметкерлеріне Серікті ұстауына еш мүмкіндік бермеген. Бірақ Серік арқылы көптеген ішкі сыртқы істер ешқандай у-шусыз шешіліп отырған. Дегенмен қылмыс әлемдегі әрекеттер бәрібір түбі полициямен соқтығыспай қоймайды емес пе? 2002 жылы Ұзынағаш елді мекендегі кірпіш зауытына бір топ бандиттер келіп, бастығынан ақша талап етеді. Завод басшысы завод Серік Голованың қарауында екенін айтып, ақша беруден бас тартады. Келген бандиттер сені Серігімен қосып бізге жұмыс етіп қоямыз деп ұрып соғып кеткен. Әрине, бандиттердің бұл әрекеті Серікке ұнамады. Қандай да бір көше бұзықтары білдей бір қылмыс әлемінің серкесіне секіргені оның намысына тиген. Ашуға мінген Серік қару-жарағын алып, өзі жеке олармен кездесуге Ұзынағаш Алматы тас жолына шығады. Жолда оның көлігін арнайы әскери жасақ тоқтатады. Көліктен шыққысы келмеген Серікті жігіттермен қоса әскерилер күштеп шығарып, тінту барысында бірнеше автомат, басқа да суық қару тәркілеген. Ақыры менттер өз дегендеріне жетіп, Серікті заңсыз қару сақтағаны үшін 3 жылға соттатып жібереді. Бұл жолы Қостанай облысындағы Арқалық түрмесіне қамалады. Ол түрмеге түскен соң түрме ішінде бүлік шығып, қылмыскерлер көтеріледі. Бұл да менттердің әдейі істеген құйтырғы әрекет екені кейін дәлел болған. Серіктің беделін сүру үшін полиция қызметкерлері түрлі әрекетке көшкен.
түрме ішіндегі бүліктен кейін Серік камера алдына шығып бар кінәсін мойындапты-мыс. Қылмыс серкесі атағынан бас тартатынын айтып үндеу жариялаған. Одан қалды полиция қызметкерлерінің түрлі қызметтерін мақтап, олардың ісін қолдайтынын айтқан. Бұл қылмыс әлемі үшін өте ауыр үндеу еді. Видео Қазақстан ішінде кеңінен таралып, қылмыс әлемі бір сілкінген. Барлығы Серікті менттер сындырып тастаған. Ол енді авторитет емес деген қаңқу сөз тез тарап жатты. Ал шындығында бұл жалған видео еді. Менттер Серіктен аунымайтын адамды тауып алып, соны сөйлеткен. Әрі оған қалай сөйлейтінін, не айту керек екенін барлығын қағазға жазып берген. Одан бөлек әдейі камераға түсіргенде качествосын нашарлау қылып түсірген. Сондықтан да барлық жұрт видеоға сеніп сөйлеп тұрған Серік деп ойлаған. Бірақ ол кезде Серік Жаманаев арнайы карцерде жатқан еді. Бүлікті сылтау етіп, Серікті карцерге қамап қойып, кейін оның двойнигіне сөйлеткен. Бұл менттердің құйтырқы әрекет еді. Бірақ Серік Жаманаев өзі карцерден шыққаннан кейін оның жалған екенін барлығына дәлелдеп баққан. Тіптен түрмеден шыққаннан кейін өзін дәлелдемек, бұлай тұрсын, барлық күшін салып Қазақстанның барлық жерін бағындыруға тырысады. Сол тұста Серіктің беделі артып, ол тіптен қарамағына 200-ден астам мықты жігіттерді жинай білген. Тіптен полиция қызметкерлері Серікті қалай құрталарын білмей дал болған. Ақыры 2009 жылы Қарлығаш Амаршаева атты журналистің жоғалып кеткеніне Серік кінәлі деп күдікке ілінген. Журналист жоғаларының алдында Сағит Шахбутов атты атақты қылмыскердің ізіне түсіп, қылмысын дәлелдемек болған дейдіміз. Кейін журналистке түрлі қоқан-лоққы жасалған қоңыраулар шалынып, артынан журналист жоғалып кеткен. Полицияның жобалауынша журналист қыз Серікпен тығыз байланыста болған. Тіптен журналист Серік түрмеде отырғанда Арқалық қаласына арнайы барып кездесіп тұрған дейді. Ұзынқұлақтың айтуы бойынша Серік пен журналистің арасында қандайда бір тығыз адами қарым-қатынас болған. Кейін Серік өзінің бар білгін білетін болғаннан соң оны жойып жіберген деп күдіктенеді полиция қызметкерлері. Бірақ шын мәнінде журналист ақыры табылмаған. Бірақ Серікті ұстау үшін полиция қызметкерлерінің бұл күдігі жеткіліксіз еді. Сондықтан да 2009 жылы жазында Серікті тау бөктерінде аң аулап жүрген жерінен ұстап алған. Ісі тіркегенде Жаманаев полиция қызметкерлеріне қарумен қарсы шықты. Әрі көлігінен бірнеше килограмм наркотик табылды деп көрсетілген. Сонымен Серікті полиция қызметкерлеріне қарумен қарсы шыққан үшін, наркотикті алып жүргені үшін және журналистің жоғалып кеткеніне себепті кінәлі деп айып таққан. Дегенмен журналистің жоғалып кетуіне кінәлі екені сот еш дәлелдей алмағандықтан ол кінәні таға алмаған. Оны қару ұстаған үшін, наркотик тасыған үшін деп тағы 3 жылға соттап жібереді. Серік бұл жолда Арқалық қаласындағы түрмеде жазасын өтеген. 3 жыл өткеннен кейін полиция Серікті шығармаудың сылтауымен түрме ішінде көтеріліс ұйымдастырды деп жазасын тағы 5 жылға ұзартады. 2014 жылы менттер оны түрмеден шығармаудың әрекетімен түрме ішінде тәртіп бұзды деп кінә тағып, тағы да 3 жылға жазасын созартқан. Бұл Серік Жаманаевтың 7-ші мәрте сотталып жатқан кезі еді. Қазіргі таңда Серік Жаманаев әлі күнге дейін түрмеде отыр. Оны шығармау үшін үстінен 8-ші мәрте іс қозғап жатыр деген сыбыс та бар. Қазақ билігі Серік Жаманаевтен шын мәнінде қатты қорыққан еді. Ол өз кезегінде өте батыр адам екен. Әрі ұлтшыл, қазақ десе ішкен асын жерге қоятын сондай шыншыл адам екен. Өтірік айтуды білмейді, әрі қорқудың не екенін түсінбейді дейді. Ол әлі күнге дейін өзінің батырлығымен полиция қызметкерлеріне тізе бүкпей кіреді екен. Сол үшін де оны түрмеден шығармай отырған көрінеді. Сіз бұрын сонда Серік Жаманаев жайында білетін бе едіңіз? Егер білсеңіз, өз ойыңызды айтып астына жазып кетіңіздер. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы сау саламатта болыңыздар.